Баршаға сәлем достар, Хамид Official YouTube арнасы қайта назарларыңызда. Бүгін испаниялық ережесі жекпе-жек шебері, екі салмақта UFC-дің чемпионы болған El Matador лақабатымен танымал Илья Топурия туралы толық ақпаратты беретін боламыз. Көпшілік Топурия туралы алып қашпа әңгімелерге сеніп қалуда. Ал біз нақты ақпараттар бергенді жөн санаймыз. Ендеше бастайық. Илья Топурия 1997 жылы 21 қаңтарда Германияның батысындағы Халле деген қалада өмірге келген. Оның ұлты негізінде грузин, сондықтан болар 7 жасында отбасымен Грузияға көшіп келеді. Осында мектепке барып жүрген сәтінде әкесінің қолдауымен грек-рим күресімен айналыса бастайды. Илья ағасы Александр екеуі күнде спорт залға барып жаттығатын. Ал 2008 жылы Ресей мен Грузия соғысы басталған тұста отбасымен Испанияның Аликанте қаласына қоныс аударады. Илья мұнда да тыныш жүрмеді. Ағасы екеуі спорт залға бар бразилиялық джиу-джитсумен шұғылдана бастайды. Көп ұзамай ережесі жекпе-жектің төбелес тәсілдерінде меңгері бастайды. Спортқа берілген соншалық 9 сыныптан бастап мектепті тастап кетеді. Тіпті әкесі бұл шешіміне қарсы да болмаған. Осылайша небәрі 18 жасында жергілікті турнирлерге қатыса бастайды. Алғаш рет темір торға кіргеннен-ақ қарсыласынан басын түсіп, қылғындырып жеңіп тастайды. Илья 2015 жылы әуесқойдан кәсіби мансапқа өтіп, өз қаласы Валенсиядағы турнирде Франциско Асприльмен жекпе-жекке шығады. Топурия қарсыласының осал тұстарын бірден байқады және треугольник, яғни үш бұрышты ұстау тәсіліне салып жеңіске жетеді. Оның артынша тағы екі қарсыластарын бірінші раундтың өзінде жеңіп тастайды. Ол алғашқы төбелестерінде көбінесе күрес тәсілімен қарсыласын бағындыратын және қылғындыру арқылы жеңіске жететін болған. Бір жылдан соң, яғни 2016 жылы МФА турниріне қатысып Джон Гуаринмен төбелеседі. Бірінші раундта Илья қарсыласын гильотин әдісіне салып қылғындырып көрді. Күреске салып бірнеше рет құлатты, алайда қарсыласы осал емес еді. Тіпті Ильяға бірнеше рет соққы жасап шаршатып тастайды. Екінші раундта Илья күш жинап келіп, Джонды бірнеше рет жұдырықпен ұрады. Артынша қылғындыру арқылы ойсырата жеңеді. Осылайша Илья Топурия испаниялық МФА турнирінің белбеуін жеңіп алады. Дәл осы жеңістен соң спортшы халықаралық турнирлерге дайындықты бастап кетеді. Оның шетелге шығатын құжаттарының дайын болуына жарты жыл уақыт кетеді. Сол уақытта Топурия джиу-джитсу бойынша қара белбеу иегері атанады. El Matador 2018 жылдың сәуір айында алғаш рет жеңіл салмақта Финляндияда өткен Кейдж қырғыш турнирінде Мика Хамалейненмен темір тор ішінде төбелеседі. Топурия бұл жолы бар әдіс тәсілдерін қолданып қарсыласқа лайықты соққылар береді. Және бірінші раундтың өзінде гильотин әдісімен қылғындырып жеңіске жетеді. 3 айдан соң Бельгияда өткен Кейдж Warriors турнирінде Брайан Булленд деген спортшымен жұдырықтасады. Ол қарсыласын еш қиналмастан қылғындыру әдісімен бірінші раундта жеңіп тастайды. Алайда 63 келі салмақ жинай алмауына байланысты бұл турнирдің белбеуінен айырылып қалады. Бір жылдан соң El Matador Колумбияның астанасы Богота қаласында өткен жекпе-жекте Луис Гоместі бірінші раундтың өзінде әбден сабап, артынша мойнынан аяқпен қылғындырып тастайды. 2 айдан соң қайта темір тор ішіне кіріп Стивен Гонсалвеспен жекпе-жек өткізеді. Топурия бұл қарсыласында бірінші раундтың өзінде күтпеген жерден нокаутқа жібереді. Бастапқыда ол күреске салып қарсыласын алаңдата бастайды. Содан болса керек Топурияны қолмен соққы жасайды деп ойламады. Нәтижесінде бір соққымен жерге құлап түседі. Дәл осы жекпе-жектен соң Илья Топурия UFC-мен келісім шартқа отырып өз мақсатына қарай дайындықты бастап кетеді. Осылайша 2020 жылы небәрі 23 жасында UFC-дің кезекті турниріне ойламаған жерден шақырту алады. Негізінде оның қарсыласы мароккалық Юсеф Залала кореялық Чой Сон Умен төбелесу керек болған. Кәрі жігіті шықпайтын болғандықтан Топурия кенеттен октагонға шығады. Олар 3 раундта бір-біріне жақсы қарсылық көрсетеді, алайда El Matador мароккалық қарсыласын күреске салып шығып тастайды. Артынша өз стиліне салып ойламаған соққыларын жаудырады. Десекте қарсыласын нокаутқа жібере алмады. Осылайша төрешілердің шешімімен жеңіске жетеді. Алғашқы жекпе-жектен El Matador $38,000 табыс табады. Бұл уақытта Топурия сұхбат беріп, мен UFC-ге келетініме сенімді болғам. Бұл менің арманым емес, менің арманым чемпион болу дейді. Айтпақшы, осы карантин тұсында Топурияның тұңғыш ұл перзенті өмірге келеді. Алайда спортшы оның анасы кім екенін жасырын тұтады, тіпті араласпайды екен.
Десе де ұлына қамқорлығын аямайды. 2 айдан соң ол америкалық Дэймон Джексонмен темір тор ішінде кездеседі. Илья бұл жолы көбіне соққылармен шабуыл жасады. Нәтижесінде Джексонның корпустарына ауыр соққылар беріп, әрі апперкот жасап қинап қояды. Тоқтамай бүйрегінен ұрады, артынша бетіне тиген ауыр соққыдан қарсыласа нокаутқа ұшырайды. Осы төбелестен Топурия $50 000 гонорар алады. Топурия үшін рингтегі ұпайлар маңызды емес еді. Ол үшін жеңіске жету, қарсыласын жеңу басты мақсат болатын. Сондықтан қарсыластарын үнемі нокаутқа жіберуді әдетке айналдырған. 2021 жылы ол UFC-дегі мықты жауынгердің бірі Райан Холлмен кездесу өткізеді. Көпшілік бұл жекпе-жекті 50-50 деп бағалады. Себебі Райан дәл Топурия сияқты джиу-джитсуды меңгерген қарсыластарын күрес арқылы жеңіп тастайтын еді. Оның тағы бір стилі жерден аунап барып қарсыласының аяғын қайыру болатын. Алайда темір тор ішінде Райанның әдісі Топурияға өтпеді. Ол қанша рет жерге аунап Ильяның аяғын қайырмақшы болды, бірақ сәтсіз болды. Қолайлы сәтті пайдаланған Топурия қарсыласын жерде жатқан жерінен әбден ұрып тастап нокаутқа жібереді. Бұл кездесуден $75 000 табыс табады. 2022 жылы Топурия 70 келідегі жеңіл салмаққа ауысып рингке шығады. Бұл жолғы қарсылас кезінде чемпион болған англиялық Джай Герберт еді. Герберт Топуриядан бойы ұзын еді, сондықтан соққылары анық тиетін. Тіпті Ильяны бір теуіп құлатып алады. Алайда Эль Матадор тез есін жиып қарсыласқа соққылар жаудырады. Тоқтаусыз корпустарына соққы жібереді, соңында бір ұйықтатып тастайды. Бұл төбелестен ол $90 000 гонорар алды. Және осы турнирдің ең үздік нокауты деген бонус қаламаққа да ие болады. Жекпе-жектен соң Топурия сұхбат беріп, менің басымнан тепкен ауыр тиді. Менің орнында басқалар ұйықтап кетуі мүмкін еді дейді. Әрмен қарай спортшы бұл қателіктерді қайталамау үшін залдағы жаттығуларын әрмен қарай күшейтеді. Бұл уақытта грузин жігіті 4 этажды үй сатып алған еді. Сол үйдің бір қабатын толықтай спорт зал етіп дайындығын бастап кетеді. Ол жаттығу барысында спаррингке көп шығып өз қабілетін жан-жақты шыңдайды. Одан бөлек оттегі камерасында жатып денесіне зерттеу жүргізеді. Саунада денесін қалыптастырады. Инфрақызыл терапиясына түседі. Тіпті мидың жылдамдығын арттыруға арналған аппараттарды қолданады. Физиотерапия арқылы өз жылдамдығын арттырады және көздің анық көруіне көмектесетін жаттығуларды да жасайды. Бұл соққыларды жіберіп алмауға көмектесетін емдеу жолы болатын. Жыл соңында ол жартылай орта салмақта қайта рингке шығып, америкалық Брайс Митчеллмен төбелеседі. Қарсылас мықты болғанмен Топурияға мүлдем қиындық тудырмады. Бұл жолда әбден ұрып, треугольник әдісімен қылғындырып тастайды. Эль Матадор бұл жолы $154 000 гонорар алады және бонустық қаржыға да ие болды. Қуанатын жаңалығы ең үздік 10 жауынгердің тізіміне енеді. Осы жекпе-жектен соң Топурия Future Energy компаниясының негізін қалаушы Джорджина Ускатикимен танысады. Олар жақын араласып отбасын құруға шешім қабылдайды. Дәл осы уақытта Эль Матадор лақабатымен танылып, көптеген елдерде жанкүйерлері пайда болады. Топурия кезекті жекпе-жекке дайындықты ерте бастайды. UFC жауынгері Камар Усманмен спаррингтер өткізеді. Тіпті жаттығуда көзінде жарақатта болады. 2023 жылы Флоридада өткен кезекті бір кеште америкалық Джордж Эмметпен жекпе-жек өткізеді. Топурия қарсыласын бірінші раундта өз әдістеріне үйретіп алады. Яғни қарсылас соққы жасайтын кезде өзі де соққы жасап үлгереді. Сол аяғына қайта-қайта тебеді. Онымен қатар апперкот арқылы Эмметтің бетін қызыл қанға бояйды. Алайда қарсылас 5-ші раундқа төтеп береді. Топурия соңғы уақыттарда қылғындырып та үлгереді, алайда нокаутқа жібере алмайды. Осылайша төрешілердің шешімімен жеңіске жетеді және $106 000 гонорар қосымша $50 000 бонус алады. Осы кеште ол жартылай жеңіл салмақтағы UFC-дің осы кездегі чемпионы Александр Волконовскийге тез арада белбеуді маған тапсыр, сенің уақытың өтті деп жекпе-жекке шақырады. Бұл жекпе-жекті көпшілік асыға күтіп жүрген еді. Бүткіл зал айғайлап Илья Топурияны қолдай кетті. Ең күлкілісі ол Instagram парақшасына өзін UFC чемпион деп алдын ала жазып қояды. 2024 жылдың 17 ақпанында көпшілік асыға күткен UFC-дің 298-ші турнирі Американың Калифорния штатында Анахайм қаласында өтті. Топурияның қарсыласы Александр Волконовский ешкімнен жеңілмей келе жатқан жауынгерлердің бірі болатын. Топурия темір тор ішінде қарсыласын бірден локингпен, яғни аяғынан тебу арқылы алаңдатып қояды. Ал екінші раундта джеб және апперкоттар арқылы Волконовскийді күтпеген жерден нокаутқа жібереді. Осылайша жартылай орта салмақта UFC-дің чемпиондық белбеуіне ие болады. Эль Матадор бұл кештен $350 000 гонорар алады. Алайда тікелей трансляция және жарнамаларды қосқанда жалпы $1 500 000 табыс тапқан.
Ал Волкановский жеңіліп қалса да $750 мың алып үйіне қайтқан. Ең қызығы Илья Топурия грузиндердің және испандықтардың ішінде ережесі жекпе-жектен жеңіске жеткен алғашқы спортшы еді. Эль Матадорда Испанияда зор қошеметпен күтіп алады, түрлі сұхбаттарға шақырады, журналдардың мұқабаларына тоқтаусыз шығара бастайды. Ал бос уақытын отбасына арнап әйелі мен балаларына қамқорлық көрсетеді. Ең қуаныштысы ол Испанияның азаматтығын алады. Достар, ол Испанияда тұрса да, бұл елдің азаматтығын әлі күнге дейін алмаған еді. Жеңіске жеткеннен кейін бір айдың ішінде ол Испания азаматтығын алып, ел абыройын асқақтатады. Сол жылы Топурия мен Джорджинаның қыз перзенттері өмірге келеді. Бұл спортшы үшін үлкен қуаныш болатын. Жыл соңында Илья Топурия чемпиондық белбеуін қорғау мақсатында әйгілі жауынгер Макс Коллоумен жұдырықтасады. Макс өте тәжірибелі спортшы екенін көпшілік жақсы біледі. Алайда Эль Матадор оны түрлі әдіске салып, лукинг пен джеб арқылы соққылар береді. Тіпті Макстың қолын басып тұрып, бетінен әбден соққы беріп нокаутқа жібереді. Бір қызығы Макс Коллоуэй қаншама жекпе-жек өткізсе де нокаутқа түспеген жауынгер болатын. Ал Топурия оны алғашқы нокаутқа жіберген спортшы болды. Осылайша грузин жігіт белбеуін лайықты түрде қорғайды және $2,400,000 табыс табады. Осы жекпе-жектен кейін барлығы Ислам Макачевпен төбелеседі деп болжам жасады. Дегенмен Макачев екі салмақ дәрежесінде де әлі кездесулер өткізу керек болғандықтан бұл кездесу болмайды. Алайда 2025 жылы Топурия жартылай орта салмақтағы белбеуін тапсырып жеңіл салмаққа ауысады. Араға бір жыл салып бразилиялық жауынгер Чарльз Оливейрамен кездесуді жоспарлайды. Бір қызығы Топурия журналистерге берген сұхбатында мен Оливейраны бірінші раунда нокаутқа жіберем деп сенімді түрде айтады. Ең қызығы ол сөзінде тұрды. UFC 317 турнирінде шынымен Чарльз Оливейраны бірінші раундта анық соққылар беріп жерге құлатады. Осылайша жеңіл салмақта да чемпиондық белбеуді тартып алды. Сол жылы Топурия әйелмен ажырасады. Әйгілі Джорджина күйеуінен таяқ жегенін айтып ажырасуға арыз береді. Біршама уақыт сот процесі жүріп, соңында екеуі айырылысып кетеді. Алайда қызын үнемі көріп тұруға рұқсат алады. Мүмкін отбасылық жағдайлардан шаршаған болса керек, Топурия спорттық мансабында біршама уақыт демалыс алатынын хабарлайды. Осылайша бір жыл көлемінде жекпе-жек өткізбейді. 2026 жылдың басында Дана Уайт Американың президенті Дональд Трамптың қолдауымен Ақ үйдің алдында UFC турнирін өтетінін хабарлайды. Осылайша 14 маусым күні өтетін жекпе-жекте басты картта Илья Топурия Джастин Гейджиге қарсы төбелесетіні белгілі болады. Өкініштісі жанкүйерлердің күткені бұл емес еді, себебі көпшілік ардагер жауынгер Конор Макгрегорды октагонда көргісі келді. Топурия мен Гейджидің төбелесіне айтарлықтай қызығушылық болмады. Тек қана жағымсыз пікірлер жазылды. 2026 жылдың 14 маусымында Топурия мен Гейджи Ақ үйдің алдындағы турнирде темір тор ішінде шайқасты. Екі жауынгер де тәжірибелі әрі бірі-бірінің әдістеріне толық меңгергені белгіледі. Себебі Топурия өз әдістеріне салған кезде Гейджи оған лайықты қарсылық көрсетіп тоқтаусыз соққылар беріп үлгерді. 2 раунд бойы Топурия қарсыласынан басын түсіп жақсы нәтиже көрсетті. Алайда 3-ші раундта Гейджи Топуриядан басын түсіп жатқаны байқалды. Өйткені ол Топурияны шаршатып тастаған әрі бетіне әбден соққылар жасап қан жоса етті. 4-ші раундта Топурия үшін қиындау болды, себебі екі көзі ісіп, қабағы жарылып кетті. Көру қабілеті нашарлады. Жекпе-жек кезінде дәрігер оның көзін тексер және төбелесе алмайсыз деп тоқтатпақшы болды. Десе де Топурия менде бәрі дұрыс, төбелесе алам деп тұрып алды. Олар тағы да темір тор ішінде төбелесе кетті. Алайда Гейджи Топурияны жерге құлатып сабап тастады. 4-ші раунд бітті. Топурияның командасы жекпе-жекті тоқтату керектігін айтты. Осылайша спорттық мансабында ешқашан жеңілмеген Илья Топурия алғаш рет октагонда жеңіліске ұшырайды. Бұлай болады деп ешкім күтпеген еді, себебі қарсыласы Джастин Гейджи осы уақытқа дейін мықты жауынгерлерден бірнеше рет жеңіліп, тіпті нокаутқа түскен болатын. Ал жеңіліс дәмін татпағандықтан көпшілік Топурияны жеңеді деп болжам жасаған еді. Алайда бұл спорт. Бұл жекпе-жек, бір күн ұтсаң, бір күн ұтыласың. Өкінішті Топурияны ағасы Александр қан жоса күйінде қолтығынан демеп алып кетті. Ал Джастин Гейджи Ақ үй алдында ресми түрде чемпиондық белбеуін алды. UFC президенті Дана Уайттың сөзінше Топурия ауруханаға жеткізілген, оның жағдайы ауыр, ем қабылдау қажет дейді. Ақпараттарға сүйенсек, бұл кездесуден Эль Матадор $400,000 табыс тапқан. Ал бөлек кештің үздік жекпе-жек деген бонустық төлемде бар. Ал қарсыласы Джастин Гейджи $725,000 мен белбеуді алып жазғы демалысқа аттанды.
Ең қызығы осы жекпе-жекке $1 миллион тіккен Арман 5 миллион 700 мың доллар ұтып алған. Бұл біздің есептеуімізде 2 миллиард 790 мың теңге. Саған не деген ақша? Қазіргі таңда Илья Топурия Испанияның Аликанте қаласында тұрады. Оның бірнеше қалаларда зәулім үйлер бар. Жекпе-жектен бөлек жарнамалардан қолмақты табыс табады. Ол Ричард Мил сағатын Dolce Gabbana иіссуларын жарнамасына түскен. Оның Instagram парақшасында 17 миллион оқырманы бар. Инстаға жарнама беру құны $200 мың доллардан басталады екен. Топурия тату салдырғанды ұнатады. Оның үстінде жолбарыспен бірге салынған Т әрпі бейнеленген. Одан басқа көптеген татулар бар. Спортшы туралы жуырда El Matador деген документальды фильм жарық көреді. Фильмде Реал Мадрид клубының футболшылары келді. Ал Топурия бұл уақытта Мессимен де достасып үлгерді. Топурия жеңіске жеткен кезде Грузия мен Испанияның туын бірге алып шығады. Мен Грузиямын, туған жерімді сүйем, алайда Испанияда жетістікке жеттім деп мақтанышпен айтады. 30 жастағы Илья Топурия спорттық мансабында 3 рет чемпиондық белбеуді жеңіп алған спортшы. Және ақ үй алдындағы жекпе-жекке дейін ешқашан жеңіліс таппаған еді. Оның төбелес әдісі ерекше, күтпеген соққылар беретін жауынгер ретінде көптің есінде қалуда. Ол жеңілді, алайда сымбат жуырда октагонға қайта оралады деп сенеміз. Айтпақшы достар, егер ол Джастин Гейджімен реванш өткізетін болса, жеңіске кім жетеді деп ойлайсыздар? Әлде тағы да жеңіліп қала ма? Өз ойларыңызды төмендегі пікір бөліміне жазып отырыңыздар. Достар, ақпаратымыз ұнаса лайк басып еңбегімізді бағалап кетіңіздер. Ал біз кезекті видеоны шығаруға дайындаламыз. Арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Кездескенше күн жақсы.